Су өмірдің негізі. Бірақ әлемде де Қазақстанда да су қауіпсіздігі күн өткен сайын өзекті мәселеге айналып барады. Жер шарының 29%-ын құрлық, ал қалған 71%-ын су құрайды. Ал әлемдегі барлық судың 97%-ын тұзды су, тек 3%-ын ғана тұщы су құрайды. Су қауіпсіздігі деген не? Су қауіпсіздігі халыққа жеткілікті, таза және қолжетімді суды тұрақты түрде қамтамасыз ету. Бұл тек экология емес, елдің экономикасы, денсаулығы, тіпті геосаясатына әсер етеді. Қазақстан суға бай. Біздегі ағын судың 50%-ы шекараның ар жағынан келеді. Яғни өзендер Қытайдан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан бастау алады. Бұл еліміздің су қауіпсіздігін әлсірететін негізгі фактор. Мысалы, Ертіс пен Іле Қытайдан, Сырдария Қырғызстан мен Өзбекстан территориясынан ағып өтеді. Шу Қырғызстаннан ағып келеді. Әрине, басты проблема Арал теңізі. Адамзат тарихындағы ең ірі экологиялық апаттардың бірі. Ал бүгінде жайықтың тартылуы, Іле мен Сырдария деңгейінің төмендеуі ел үшін тікелей қауіпті сигнал болып тұр. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ташкентте өткен Орталық Азия мемлекеттері басшыларының 7-ші консультативтік кездесуінде өңір үшін су қауіпсіздігі мәселесі аса өзекті екенін атап өтті. Все более актуальным становится вопрос водной безопасности. Очевидно, что сокращение водных ресурсов, рост потребления и воздействие климатических изменений усиливают давление на регион. Следует признать, что действующие соглашения и формы сотрудничества не в полной мере отвечают масштабам текущих и будущих рисков. Без выработки эффективных, взаимовыгодных подходов водный фактор может стать причиной замедления устойчивого развития региона. Қазақстанда ауыл шаруашылығына пайдаланылатын судың 40%-ы далаға кетеді. Себебі каналдар ескірген, суару әдістері тиімсіз. Бұл су тапшылығының басты себептерінің бірі. Мемлекет басшысы 2025 жылғы Қазақстан халқына жолдауында су мәселесіне арнайы тоқталып, Каспий теңізінің тартылып бара жатқанын және бұл өңірге ортақ мәселе екенін айтты. Каспий теңізінің тартылып бара жатқаны жұртты алаңдатып отыр. Тиісті шара қолданбасақ, бұл аса үлкен экологиялық апатқа айналу мүмкін. Сол себепті мен жақында Қытайда өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының кеңейтілген отырысында осы маңызды мәселеге арнайы тоқталдым. Ұйым аясында су мәселелері жөніндегі орталық құру туралы ұсыныс айттым. Каспий теңізі бір елдің ғана емес, бүкіл аймақтың тағдырына қатысы бар мәселе. Сондықтан жұмылып әрекет ету қажет. Мемлекет басшысы бірнеше мәрте Каспий теңізінің тартылуы ғаламдық сипат алғанын атап өтті. Және жағалаудағы мемлекеттермен бірлесіп Каспий теңізін сақтау жөнінде мемлекетаралық бағдарлама әзірлеуді ұсынды. Елімізде су қауіпсіздігін күшейту мақсатында жаңа су қоймалары салынып, ауыл шаруашылығы цифрлануда. Тамшылатып және жаңбырлатып суару технологиялары кеңейіп келеді. Судың әр литрі маңызды. Күнделікті әрекеттер, кранды ашық қалдырмау, суды үнемді пайдалану, тұрмыста артық шығынға жол бермеу, бәрі су қауіпсіздігіне өз үлесін қосады.